күн қадірменді көрермен. Маңғыстау облысы қоғамдық коммуникация орталығында Маңғыстауға саяхат атты бағдарламасы және оны жүргізушісі мен Ағырыс Бегарыс. Бағдарламамыздың бүгінгі санында Бозашы түбегінде орналасқан Көгез этно ауылында саяхаттайтын боламыз. Ендеше бірге кеттік. Жобасын жергілікті тұрғын Мұқағали Ербозов өзге де кәсіпкерлермен бірлесіп жүзеге асырған. Мақсаты шетелдіктерге қазақтың бай мәдениеті мен туған жерінің табиғатын көрсету. Жобаның сәтті жүзеге асуына Маңғыстау облыстық туризм басқармасы және даму кәсіпкерлікті қолдау қоры қолдау көрсеткен. Қазіргі уақытта этно ауыл тек демалыс кешені ғана емес, демалушыларға жақсы бір локацияға айналған. Ендеше сондай суретке түсуге келген жергілікті тұрғынмен, яғни демалушымен сұхбаттассақ, ендеше кеттік. Сәлеметсіз бе, Берік аға? Сәлеметсіз бе? Бұл этно ауыл сіздерге қалай ұнап жатыр ма? Этно ауылды біздер бірінші рет көріп тұрмыз. Мына жерге қыз ұзату бойынша келіп едік. Қызымыз теңін тауып, сол енді кеткелі тұр. Сол үшін мұнда келдік, суретке түсуге. Керемет екен. Ауасы да таза. Енді ерекше мына жер. Маңғыстауда тұрып 15 жыл болды тұрып жатырғанымызға. Бірақ мынандай жерді бірінші рет көріп тұрмыз. Табиғат аясы өте керемет. Мына жерде баяғы қазақи ертедегі ата-бабаларымыздың тұрып кеткен ағаш үйі барлығын көріп жатырмыз. Еске түсіреді екен. Бір демалып қалады екенсің. Ішіңдегінің бәрін шығарып, бір демалып, таза ауада өзіңді керемет сезінеді екенсің. Келіп тұру керек екен мына жерге. Маған өте қатты ұнады. Этноауылдағы асхана туристердің көңілінен шығып жатыр. Мұнда түрлі ұлттың тағамдарына тапсырыс бере аласыз. Алайда басымдық қазақтың ұлттық тағамдарына беріледі. Қазақтың ұлттық тағамдары мен сусындары ұсынылады. Айта өтсек, ет, қазы-қарта, жал-жая, қуырдақ, бауырсақ дейсіз. Көгез этно ауылының аспаздары қалағаныңызды әзірлеп беруге дайын. Жақын маңдағы шаруалардан түйе сүтін және бие сүтіне тапсырыс бере аласыз. Ол жақтан қымыз, шұбат секілді сусындар келеді. Бұл бір жағынан шөл басады, екінші жағынан адамдардың ағзасын тазалап, денсаулығына пайдалы деседі. Ауылының бір қапталында айрақты, оған қарама-қарсы шерқала жатыр. Мұнда туристердің өздерін жайлауда отырғандай сезіну үшін барлық жағдай жасалған. Қаз-қатар тігілген киіз үйлерде демалып, таза ауада тамақтануға болады. Киіз үйлер әртүрлі жасақталған. Бірінде жерге текеметтің үстінде жантайып жатуға болады, ал екіншісінде биік төсектер қойылған. Демалушылар қалауы бойынша киіз үйлерді таңдай алады. Ендеше сол киіз үйлерге бірге тамашалайық. Қазіргі уақытта Көгез этно ауылында 8 киіз үй тігілген және алдағы уақытта 4 киіз үй тігу жоспарланған. Қазіргі уақытта біз биік төсеніштер қойылған киіз үйдеміз. Бұл жерде 5 орналастырылған және келесі киіз үйде жантайып жатуға арналған киіз үй бар. Ендеше сол киіз үйде жалғастырайық.
етегіндегі Көкөзетін ауылында күн санап туристердің саны көбеюде. Егер де сіз Шерқала, Айрақты секілді тарихқа толы жерді көргіңіз келсе, Этно ауылға келуді ұсынамыз. Қадірменді көрермен, бүгінгі саяхатымыз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.